Осыдан 17 жыл бұрын Қытайдың батысында қуаты 7,8 балдық жер сілкінісі салдарынан 118 жұмысшы қызмет атқаратын шахтаның бір бөлігі қираған болатын. Содан бері кен орнының қираған бөлігі жабық күйінде қалған еді. Алайда кеншілер қараусыз қалған кен ұңғымасынан кеншіні тауып алған соң, мұндағы жұмыс қайта жалғасты. Кен орнынан табылған кенші дәл осы қираған шахтада 17 жыл өмір сүруін жалғастырған. Кен қирандысының арасында 17 жылын өткізген 59 жастағы Чунг Вайдың жағдайы өте нашар. Кеншілер оны жақын маңдағы ауруханаға жеткізген. Қазір оның жағдайы дәрігерлердің бақылауында. Чунг Вайдың тірі қалуы және оның осынша уақыт бойы өмір сүруі адам сенгісіз жағдай. Шахтада болған жер сілкінісі кезінде шығар ауызға апаратын туннельдің төбесін тіреген ағаш тіреулер қираған. Соның салдарынан осы бөлікте қызмет ететін 118 адамның 117-сі опырылған туннельдің астында қалады. Тек қана Чунг тірі қалады. Оның тірі қалуына бірден бір себеп болған ауа алмастырғыш тесіктің бітелмей қалғандығы, таза ауаның шахта ішіне еркін жетуі еді. Сонымен қатар оның бағына орай кен түбінде азық-түліктің мол қоры да бар болатын. Соған қарамастан Чунг Вайға тышқандар мен мүкпен тамақтануға тура келген. Бұл жағдай адамзат тарихында болмаған оқиға, яғни осыншалықты қауіпті бастан өткере отырып 17 жыл бойы тірі болу бұған дейін болмаған.